өздеріңіз көріп тұрғандай бұл жолда сапа жоқ. Жол жыл сайын шұрық-тесік болып быт-шыт болады. Неге бізде солай? Теректі ауданы Жаңа Өмір ауылы соңғы 7 жылда бұл жерге әкімдік 1 миллиард теңге ақшаны салды. Дегенмен де бұл жерге әлі де азаматтар, тұрғындар көшіп, жаппай қоныс аударып жатқан жоқ. Неге десеңіздер, бұл жерде инфрақұрылым әлі де дайын емес. Неге бізде солай? Бұл Теректі ауданы Подстепный кенті және осы жердегі 2 тұрғын үй, 3 қабаттан, бұлардың әрқайсысына да құрылысына 255 миллион теңге бөлінді. Бұл үйлерде мұқтаж жандар, мұқтаж жанұялар тұру керек еді. Дегенмен де олар 1 жылдан бері бұл үйлерге кіре алмай жүр. Әлеуметтік нысанның әлінгі дейін бітпеуінде әкімдіктің де бақылау жасамаған қателігі бар, және де мердігерлердің де бұл жерде кінәсі бұл жерде дәлелденіп тұр. Сонда бізде неге ылғи осылай бола береді? Бюджеттен бөлінген ақшаны тексеремін десең, қоғамдық бақылау жасаймын десең, және де коррупцияны іздеп талдаймын десең, сонымен қатар шенеуніктерге, әсіресе әкімдерге ыңғайсыз сұрақтарды қоя білемін дейтін болсаң, менің тренингіме келіңіздер. Ол Орал қаласында 11-12 маусымда өтеді. Нақты адрес туралы біз посттың астында жазып қалдырамын.